шахмат арқылы жоғары оқу орнына түс. КБТУ Open 2024 Қазақ-Британ техникалық университеті. Осы жарыстың жеңімпаздарына грант беріледі, тегін оқуға мүмкіндік бар. Сонымен жарыстың мақсаты басшылық, енді өткізу уақыты 12-18 шілде аралығында, содан кейін сағат 12 күні 2 мен 3 аралығында тіркелу, техникалық жиналыс және ашылу рәсімі 1, 2, 3, 9 тур болады. Қатысушылар бұл жарысқа қатысу ақылы және ақысыз түрде жүзеге асырылады. Ақысыз бұл енді мектеп оқушылары 14-18 жас аралығы 2024 жылы 9-10, 11 сыныптарда аяқтаған. Және спорттық дәрежесі 1 дәреже болу керек. Абитуриентті болу мүмкін, бірақ 1 дәрежеден төмен болмау керек. Студент, колледждің студенті де қатыса алады 21 жасқа дейінгі жас мөлшерінде. Содан кейін 1 дәреже болу керек. Содан кейін өзге елдің қатысушыларына да мүмкіндік бар. Содан кейін мыналардың барлығын КБТУ-ға қатысты 2024 жылғы стандарт бойынша Қазақстанның жүлдегерлері 14 жас, 12 жас және 10 жас. Ақысыз түрде тағы да олардың ұйымдастырушылар қосымша біреулерді кіргізсе болады. Кім қатысса да 21 жастан аспау керек. Бұрын соңды осы грант ұтып алғандар қатыса алмайды, және басқа жоғары оқу орнының университеттерінің студенттері қатыса алмайды. Өтінішті chessmakers айқұлақ kbtu.kz деген жерге жіберу керек. Қатысу үшін мектептен немесе колледжден анықтама алып келесіз. Содан кейін өзіңіздің 1 дәрежеңіз бар екені туралы анықтама бересіз. Төлқұжатыңызды немесе туу туралы куәлікті немесе паспортты жібересіздер. Содан кейін міндетті түрде әрбір ойыншының FIDE Identification Number, идентификациялық номер болу керек FIDE-нің міндетті түрде. Әрбір адам оргкомитет қабылдайды. Ол туралы 9 шілдеге дейін бәрін үлгеру керексіздер, 12-ге дейін. Жастарына байланысты егерде сіз 9, 10, 11 сыныптың оқушысы болмасаңыз, онда 20 мың теңге төлейсізде, ақылы түрде қатыссаңыздар болады. Сонымен chessmakers айқұлақ kbtu.kz ақылы түрде мынандарлығын көрсетесіздер. Сонымен өтініштерді мына неге жіберсеңіздер болады. Өзге қаланың өкілдеріне сіздер деген өтініш білдірсеңіздер болады. Рейтингіңіз 2000-нан төмен болмау керек, ер азамат болсаңыз, және 1800 болса әйел азаматы болсаңыздар. Сізге және сізбен бірге жүретін адамға, әрине ресми өкіліне, баланың өкіліне жатақхана беріледі. Open ер азаматтар, girls қыздар. Қалғандарын енді өздеріңіз 1 сағат 30 минут беріледі, және 30 секунд әрбір жүріске. Жеңімпаздар қалай анықталады? Кім көп ұпай жинады, содан кейін Богольц коэффициенті, жеке кездесу және прогресс. Бұл жерде өзіңізге спорттық дәрежелерді орындасаңыздар болады. Егерде тиісті көлемде шетелдің азаматтары қатысатын болса, онда халықаралық атақтар да қарастырылады. Жеңімпаз ер азамат болса, ол деген КБТУ-да грант алады, және әйел азаматына да сондай мүмкіндік беріледі. 3 жүлдегер бұл жерде дипломмен, медальмен марапатталады. Этика мәселесі және әдеп мәселесі қарастырылған екен. Жарыстан шығуға болмайды. Содан кейін ашылу және жабылу рәсіміне міндетті түрде қатысу керек. КБТУ-ға өту үшін тек қана тізім бойынша жүзеге асырылады, және қосымша ақпаратты әлеуметтік желілерден білсеңіздер болады. Сонымен шахмат арқылы жоғары оқу орнына түсуге болады. 9 сыныпта мысалы осындай жарыс ұтасыздар, соң ең еркін тегін Қазақ-Британ техникалық университетінде оқуға мүмкіндік бар. Барлық адамдарға сәттілік тілеймін.